81-ші сабақ математика 3-ші сынып. Сабақтың тақырыбы сәндік қолданбалы өнер. Сен өрнекті әріпті теңдік түрінде жазуды, тиімді есептеу үшін көбейту мен бөлудің қасиеттерін қолдануды үйренесің. Бірінші мысалға қарайық. Көбейту қасиеттерінің әріптермен таңбалануына қара және өз мысалымен түсіндір делінген. Төмендегі әрбір қасиетті дәлелдеу үлгісін пайдалан. Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті. А көбейту Б тең Б көбейту А. 4 көбейту 2 тең 2 көбейту 4. Сонда көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Ал мына жерде көбейтудің үлестірімділік қасиеті қолданылып тұр. А және Б әріптерінің көбейтіндісін С-ға көбейту керек. Ол үшін А-ны біз Б мен С-ның көбейтіндісіне көбейтеміз. Осыны мысалмен былай түсіндіреміз. 3 пен 2-ның көбейтіндісін 4-ке көбейту үшін 3-ті 2 мен 4-дің көбейтіндісіне көбейтеміз. Көбейтудің терімділік қасиеті. А және Б әріптерінің қосындысын С-ға көбейту үшін А-ны да С-ға көбейтеді, Б-ны да С-ға көбейтеді, сөйтіп мәндерін қосады. Ал айырмаға келсек, А және Б сандарының айырмасын, әріптерінің айырмасын С-ға көбейту үшін А-ны да С-ға көбейтеді, Б-ны да С-ға көбейтеді, сосын мәндерін азайтады. Енді осыны мысалмен түсіндірейік. 4 және 2 сандарының қосындысын 3-ке қалай көбейтуге болады? 4-ті 3-ке көбейтеміз, 2-ні де 3-ке көбейтеміз, мәндерін қосамыз. Сонда 18 болды, иә? Ал енді айырмаға келетін болсақ, мұнда да 4 пен 2-ның айырмасын 3-ке көбейту үшін 4-ті 3-ке көбейтіп аламыз, 2-ні 3-ке көбейтіп аламыз, сосын мәндерін азайтамыз. 6 шығады. Тіндіні санға бөлу. А мен Б-ның көбейтіндісін С-ға бөлуді қарастырайық. А-ны С-ға бөліп аламыз да, мәнін Б-ға көбейтеміз. Немесе Б-ны С-ға бөліп алып, мәнін А-ға көбейтуге болады. Сонда кез келген көбейткіштің біреуін ғана бөліп алып, екіншісін көбейтеді екенбіз. Мысалмен түсіндірейік. 3 пен 6-ның көбейтіндісін 3-ке бөлу үшін 3-ті 3-ке бөліп алып, мәнін 6-ға көбейтеміз. Немесе 3 пен 6-ның көбейтіндісін 3-ке бөлу үшін 6-ны 3-ке бөліп алып, мәнін 3-ке көбейтуге болады. Қосындыны санға бөлу. А және Б-ның қосындысын С-ға бөлу үшін А-ны С-ға бөлеміз, Б-ны С-ға бөлеміз, мәндерін қосамыз. Мысалмен қарастырайық. 8 және 4 сандарының қосындысын 2-ге бөлу үшін 8-ге 4-ті қосып алып 12 болады, 12-ні 2-ге бөлсек 6 болады. Екінші тәсіл. Екінші тәсілде 8 мен 4-тің қосындысын 2-ге бөлу үшін 8-ді 2-ге бөліп аламыз, 4-ті 2-ге бөліп аламыз, мәндерін қосамыз. Мұнда да 6 шығады. 5-ші беттегі екінші тапсырмаға қарайық. Досыңмен ойна. Бұл жерде 2 сандықша берілген. Бірінші сандықшадан бір өрнекті, екіншіден бір өрнекті алып, содан кейін оларды көбейтіп, мәндерін қосу керек. Кім көп өрнек құрастырады? Бірінші сандықшадағы 100 бен 3-тің көбейтіндісі деген өрнекке екінші сандықшадан 3 өрнекті де қасына қойып қосуға болады. Осындай 3 өрнек құрастыруға болады. 2 сандықшадағы көбейтінділерді қоса отырып, осындай 9 өрнек құрастырамыз. Үшінші мысал. Өрнектердің мәнін табу керек. Бұнда бізден сұрайтыны әр түрлі тәсілмен шығаруға болама дейді барлық өрнекті. Бірінші өрнекке қараймыз. 15 пен 21-дің қосындысын 6-ға бөл. 15-ке 21-ді қосып аламыз да, одан кейін 6-ға бөлеміз. Себебі 15-те 21-де екеуі де 6-ға бөлінбейді. Сондықтан бұл бірақ тәсілмен орындалады. 120 мен 20-ның қосындысын 10-ға бөл деген өрнекте екеуін қосып алып 10-ға бөлуге болады. Және жеке-жеке 120-ны да 10-ға бөліп, 20-ны да 10-ға бөліп қосуға да болады. Демек, бұны әр түрлі тәсілмен орындаймыз. Келесі 14 пен 21-дің қосындысын 7-ге бөл деген өрнекте мұнда да 2 тәсілді қолдануға болады. Екеуін қосып алсақ 35 болады, 35-ті 7-ге бөлуге болады, 5 шығады. Және 14-ті де 7-ге бөліп, 21-ті де 7-ге бөліп, мәндерін қоссақ болады. Ал астында тұрған 300 бен 60-тың қосындысын 9-ға бөл деген өрнек тұр ғой. Бұл жерде әр түрлі тәсілді қолдана алмаймыз. Тек қана жақшаның ішіндегіні қосып алып 9-ға бөлеміз. 10 мен 22-ның қосындысын 4-ке бөл деген өрнекте қосып алу керек жақшаның ішіндегі 10 мен 22-ні, сосын 4-ке бөлу керек. Бұл да бірақ тәсілмен орындалады. Ал астындағы
100 бен 200-дің қосындысын 3-ке бөл деген өрнек тұр ғой. Сол өрнекте тек қана бірақ тәсіл орындалады бұл жерде де. Жақшаның ішін қосып аламыз, 300 болады. 300-ді 3-ке бөлсек 100 болады. Төртінші мысал. Әрбір өрнекті есептеудің тиімді тәсілін табайық. Жеке-жеке әр өрнекті қарастырайық. Бірінші бағандағы өрнектерге қарасақ, 8 бен 2-ның қосындысын 50-ге көбейту. Бұны екі тәсілмен орындауға болады. Астындағы 4 көбейту 30 бен 20-ның айырмасы деген өрнекті де екі тәсілмен табуға болады. Үшіншісін де екі тәсілмен табуға болады. 8-ді 2-ге көбейтіп алып 5-ке көбейткеннен 8-ді 5 бен 2-ның көбейтіндісіне көбейте салған тиімді. Мына екінші бағанда 2-ні 5-ке көбейтіп аласың, 10 болады, 10-ды 7-ге көбейте салуға болады. Ал оның астында 600 бен 300-ді қосып 3-ке бөлуге де болады, немесе екінші тәсілмен орындауға да болады. Екінші тәсілдің үшіншісінде 2 мен 5-ті көбейтіп алып, одан кейін сол 10-ды 32-ке көбейткен тиімді. Үшінші бағанда екі тәсілді де қолдануға болады. Бесінші есеп. Есепті әр түрлі тәсілмен шығар делінген. Шебер 8 дулыға мен 12 қамшы жасады. Оларының барлығын 2 қорапқа бөліп салды. Әр қорапта қанша бұйым бар? Алдымен барлығы қанша бұйым бар екенін анықтап алу үшін 8 бен 12-ні қосамыз. Одан кейін оны 2 қорапқа бөліп салу үшін 2-ге бөлеміз. Екінші тәсілде 8 бен 12-ның қосындысын 2-ге бөлу үшін 8-ді 2-ге бөліп аламыз. Демек, 8 бұйымды 2 қорапқа саламыз да, одан кейін 12 бұйымды да 2 қорапқа салып қосамыз. Бесінші есептің ә бөлігінде өзің осыған ұқсас есеп құрастыр делінген. Сөйтіп ол жерде дулыға мен қамшының суретін беріпті. Қосындыны санға бөлуге, немесе айырманы санға бөлуге байланысты есеп құрастырсаңыздар болады. Шығармашылық жұмыс. Бірінші кестеге қарап орындап болғаннан кейін екіншісіне оқушылардың өзіне мүмкіндік беруге болады. Түсіндіру ұнаса, лайк басып комментарий жазыңыз.